Сәлем достар, бүгін ирис тәрізді керемет дәмді майғұрт жасаймыз. Ол үшін бізге айран, сармай және шекер керек болады. Ең бірінші айранды түбі қалың ыдысқа немесе қазанға құямыз. Оттың жылдамдығы орташадан төмен болу керек. Айран бір қайнағаннан кейін осындай сұйықтық айналады. Арасында осылай араластырып тұрамыз. 40 минут қайнағаннан кейін суы тартылып осындай сарғылт түске ене бастайды. Сол кезде шекерді саламыз, араластырамыз. Содан соң сармайымызды салып араластырамыз. Майғұрт жасаудағы басты қағида ол қайта-қайта араластырып тұру. Олай жасамасаңыз асты жабысып, күйіп кетеді. 1 литр айраннан майғұрт жасау үшін 1 сағаттай уақыт кетеді. Айранымыз манағыға қарағанда қою сарғылт түске ене бастайды. Суы тартылып, әбден осында қою түске енген кезде дайын болады. Ас болсын.